Екі бірдей көп мүшені көбейтудің нәтижесі келесідей болады. Сонымен, есіңізде болсын, егер сіз А және Б-ның қосындысының квадратын есептегіңіз келсе, бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты түрінде жазыңыз. Бұл формуланы қолдана отырып, біз ұқсас мүшелерді біріктіруді орындамай тастап кетеміз. Мен А мен Б-ның қосындысының квадраты тең А квадрат қосу екі еселенген А мен Б-ның көбейтіндісі қосу Б квадрат екендігін білемін. Осы формуланы қолданып, X пен 1-дің қосындысының квадратын есептеп көрейік. Ол үшін X пен 1-ді А мен Б-ның орнына формулаға қоямыз. Осындай жолмен X пен 3-дің қосындысының квадратын есептей аламыз. Сен бұл өрнекті қалай тез есептедің? Мен А мен Б-ның қосындысының квадраты тең А квадрат қосу екі еселенген А мен Б-ның көбейтіндісі қосу Б квадрат формуласының көмегімен есептедім. 24 20 мен 4-дің қосындысы екендігі белгілі. Формуланы қолданып, осылай тез есептедім. Осы формуланы қолданып, 17-нің квадратын есептеп көрейік.